Бәріне сәлеметсіз бе? Менің атым Еркеш Ділмар. Бүгін мен Қазақстан тарихынан екінші сериясы тапсырам. Бүгін мен сіздерге Мұхтар Әуезовтың көксерек повесть туралы айтқым келеді. Және оны талқылаймыз. Бұл шығарма жай ғана қасқыр емес, негізі. Ол жай ғана қасқыр туралы әңгіме емес. Ол адам мен табиғат арасындағы күрделі қатынасы, мейірім және оның қатыгездігін ара қатынасының және оның қалай айтасам, адамның табиғатқа араласуынан туындайтын салдарды көрсететін терең туынды. Солай. Мен бүгін осы видеода сіздерге автор туралы, шығарманың шығу тарихы, сюжетті толық баяндап, кейіпкерлерді талдап, негізгі идеяларды және шығарманың бізге қалдыратын ойларын айтып беремін. Біріншіден, автор туралы айталам. Мұхтар Әуезов. Біріншіден, Мұхтар Әуезов ол қазақ әдебиетінің ең ірі тұлғаларының бірі болып саналады. Мұхтар Әуезов ол Абай жолды жазған. Ол оның авторы. Ол Абай жолы арқылы бүкіл әлемге танылған классик болып саналады. Негізгі Мұхтар Әуезовтың ерекшелігі ол адамдардың мінез құлқын, табиғатты терең түсіну және әр детальға мән беру. Сол үшін ол оның ерекшелігі болып саналады. Көксерек ол қысқа шығарма болса да, ол терең философиясы бар. Ол негізі Мұхтар Әуезов Көксеректі 1929 жылы жазған. Сол кездегі 1929 жылдары қазақ қоғамында ауыл өмірі, мал шаруашылығы, табиғат пен қатынас, әлеуметтік өзгерістер өзекті болған. Сол үшін ол жазған Көксеректі. Мұхтар Әуезов ол осыны көркем тілмен, шынайы баяндаумен жеткізген. Негізі бұл шығарма жай ғана қасқыр туралы емес. Біріншіден, ол табиғат заң туралы, адамның оған деген қатынасын көрсетеді. Қасқырды адам бағындыруға тырысса да, оның табиғи инстинкті мейірім мен сүйіспеншіліктен мықты екенін көре алмаймыз. Өйткені ол аң, ол қасқыр, ол табиғат. Бұл шығармада басты тақырып ол адам мен табиғат арасындағы тепе-теңдік. Соны бұзған кезде туындайтын салдар. Мен сюжеттен бастаймын. Бір күні ауыл адамдары қасқырдың інін табады. Сол жерде қасқыр балалары бар. Бірнеше қасқыр балалары бар. Ал ересектері жоқ. Сол ауыл адамдар оларды өлтіреді, қасқырларды. Бірақ бір күшікті тірі қалады. Сосын балалар оны тауып ауылға әкеледі, сол күшікті. Сол үшін көксерек пайда болады. Біздің бірінші басы кейіпкер ол Құрмаш, ең бала. Көксеректі өсірген бала. Сол көксерек келгенде ауылға, ол бастапқыда оған өте қиын үйренуге жануар ретінде. Өйткені ол көксерек ол ойын ойнамайды, қуанып секірмейді, адамдарға тез үйренбейді. Оның табиғи инстинкті әлі сақталған. Өйткені ол қасқыр, ода қатты инстинкт бар. Сол мен айтқан бала Құрмаш. Ол басты кейіпкер. Сол бала Құрмаш оны шынымен жақсы көреді, тамақ береді,
сипайды, сөйлеседі. Бірақ көксерек қасқыр. Ол өсіреді көксеректі. Көксерек жиі қашып далаға кетеді, иттерді қуады, тауықтарды қуады, ауыл адамдары қорқады, балалар оған жақындамайды. Мұнда біз табиғат заңымен адамның ниеті арасындағы қақтығыс көре аламыз. Өйткені ол жануар. Сол көксерек өскеннен кейін оны күш қуаты артады, және ол мүлде далаға кетуге шешім қабылдайды бір күні. Өйткені оның инстинкті өте күшті. Ол нағыз қасқырға айналады далаға кеткенде. Сол. Енді ол үйірімен жүреді, малға шабуыл жасайды, иттерді қырып адамдарды қорқытады. Ол кәдімгідей нағыз қасқырда айналды. Сол үшін ауыл адамдарды оның атын естісе ақ үрейленеді. Көксерек келіпті дейді. Ең бастысы көксерек енді адамға бағынбайтын жыртқыш болып шыққан. Негізі шығарманың ең сондай ауыр сәті ол Құрмаштың өлімі. Құрмаш көксеректі шынымен жақсы көрген. Оған мейірімін берген бала. Бір күні көксерек үйірімен шабуыл жасап жүргенде, Құрмаш сол маңда болады. Ол жыртқышқа төтеп бере алмай қайтыс болады. Мен фильмін көргенде ол өте сондай ауыр сәт болған. Оның қайтыс болған Құрмаштың. Негізі бұл эпизод шығарманың негізгі ойын көрсетеді. Табиғат заңы адам мейірімнен мықты. Құрмаш ол өте мейірімді бала болған, бірақ табиғатқа қарсы тұра алмайды. Бұл жерде адам мен табиғат арасындағы байланыстың нәзіктігін көріп, тепе-теңдік қаншалықты маңызды екенін түсінеміз. Және оның мына мультфильмінен біз оның әкесін көре аламыз. Құрмаштың әкесін көре аламыз. Сосын Құрмаш қайтыс болғаннан кейін ауыл адамдары шыдай алмай көксеректі өлтіруге шешім қабылдайды. Өйткені ол әрдайым шабуыл жасайды. Солайша көксерек атып өлтіреді. Бұл жеңіс емес. Ол жай ғана тек қана табиғат пен адамның қақтығысының нәтижесі. Шығармада негізгі ой ол адам табиғатпен үйлесімді өмір сүру тиіс. Оның заңына қарсы шыққан кезде салдары ауыр болады. Құрмаштың қайтыс болған сияқты. Негізі шығарманың басты идеясы, ол бірнеше идеясы. Біріншіден бастаймын. Біріншісі ол адам мен табиғат қақтығысы. Адам табиғатты өз қалауынша өзгерте алмайды. Екіншісі, инстинкт мейірімнен мықты. Құрмаш қанша жақсы көрсе де, көксеректің табиғаты өзгермейді. Өйткені ол қасқыр, ода инстинкт бар. Үшіншісі, ол тепе-теңдік бұзу трагедияға әкеледі. Біріншіден, адамдар әнді бұзғандықтан оқиға осылай аяқталады. Және төртінші, ол қасқыр қазақ халқы үшін еркіндік, күш, рух символы. Çünkü қасқыр ол өте мықты сондай жануар болып саналады. Кейіпкерлер, сол бастайық. Біз кейіпкерлерге терең тоқталсақ, көксерек ол еркіндіктің символы болып саналады. Сондай қасқыр.
табиғат заңының өкілі, ол адамға бағынбайтын символ. Құрмаш ол мейірімділік, таза жүрек, адамзаттың қасиетін көрінісі. Табиғатқа және табиғатқа деген махаббат. Өйткені ол көксеректі өте ұнаған. Және ауыл адамдары ол тәжірибе, қорқыныш, ақыл, табиғатты түсінеді, бірақ кейде қатыгез көрсетеді. Мұндай кейіпкердің табиғатпен қарым-қатынасы әртүрлі, және бұл шығарманың философиялық тереңдігін көрсетеді. Және мен фильмде көргенде, ол Құрмаштың әкесі, ол да қатыгез адам. Ол да көксеректі ұнаған жоқ негізі. Негізі бұл шығарма тек қасқыр туралы емес, ол ұлттық дүниетаным мен салт дәстүрді көрсетеді. Қазақ халқы ежелден қасқырды киелі аң болып санаған оны. Бұл шығармада сол мифологиялық көзқарас, салт дәстүр мен наным сенімдер көрініс табады. Сонымен қатар Әуезов табиғатқа құрметпен қарау, жан-жануардың тіршілік құқығы бар екенін сезіндіру арқылы ұлттық санаға әсер етеді. Сюжеттегі әр оқиға ол жас оқырманға ой салады. Құрмаштың көксерекке деген мейірімі, ауыл адамдарынан көрген қатыгездігі, табиғат заңдылықтары бәрі адамдық қасиеттер мен ұлттық құндылықтарын түсіну көмектеседі. Қалай айтсақ, бұл шығарма бізге экологиялық тәрбие береді. Табиғат пен үйлесімді өмір сүрудің қаншалықты маңызды екенін көрсетеді. Сонымен қатар, көксерек повесі социалистік реализм дәуірінің әдебиетіне де сәйкес келеді. Ол қоғамдық әлеуметтік өзгерістерді, адамның табиғатқа араласуының салдарын, ауыл өмірін, аңшылықты көрсетеді. Қалай сол кезде адамдар, біздің қазақтар өмір сүрген, аңшылық, малдарды бағу, малдарды құтқару қасқырдан. Мұхтар Әуезовтың тілдік шеберлігі мен суреткерлігі қазақи болмысты шынайы жеткізеді. Және бұл шығарма ұлттық прозаның дамуына, көркем ойдың тереңдеуіне үлкен үлес қосқан туынды болып саналады. Қазір мен бірнеше сөз Мұхтар Әуезов туралы, автор туралы айталам. Мұхтар Әуезов ол тек қана жазушы ғана емес, ол сонымен қатар ол қоғам қайраткері және ғалым болды. Ол қазақ әдебиетін дамытты, мәдени мұраны сақтап қалуға үлкен үлес қосты. Оның ең танымал еңбегі ол Абай жолы эпопеясы болып саналады. Бұл шығарма арқылы Әуезов қазақ халқының тарихын, салт дәстүрін, философиялық ойларын жеткізді. Сонымен қатар ол қысқа прозада да ерекше шеберлік көрсетті. Көксерек сияқты шығармаларында Әуезов табиғат пен адамның, қоғам мен адамның арасындағы күрделі қатынасты көрсеткен. Сосын Мұхтар Әуезовтың шығармашылығының басты ерекшелігі ол кейіпкерлердің психологиясын терең зерттеді. Адамның мінез-құлқы, сезімдері, қорқыныштары, қуаныштары бәрі шынайы бейнеленген.
ол табиғатты да тек фон ретінде көрсетпейді. Ол табиғатқа кейде кейіпкер сияқты маңызды рөл атқарады. Мысалы, көкшерек повесінде қасқыр мен табиғат заңдары басты кейіпкерлердің бірі болып саналады. Сол Әуезовтың тілдік шеберлігі ерекше. Ол қазақ тілін бай және көркем пайдаланады. Сөзде де ол және сөздерді өте дәл таңдайды. Біздің оқырман біздің эмоциясы қалай айтсам болады, оқырманға эмоцияны жеткізеді. Осының арқасында шығармаларын оқу кезінде адам ауылда жүргендей, табиғаттың әр көрінісін сезінгендей болады. Мен де көкшеректі оқығанда сондай сезім болған. Мен ауылдың адамдармен аңшылыққа шыққан сезім болған. Сонымен қатар Мұхтар Әуезов ұлттық сана мен тәрбиенің нағыз ұстазы болып саналады. Ол әр шығармасында қазақ халқының мәдениеті мен дәстүрін сақтауды, адамгершілік қасиеттерін бағалауды насихаттады. Көкшеректе осы бағыттағы туындады. Адам мен табиғат арасындағы тепе-теңдік, жан-жануарға мейірім көрсету, адамдық қасиетті бағалау, бәрі Мұхтар Әуезовтың философиялық ойлары арқылы беріледі. Сол Мұхтар Әуезов туралы қорыта айтсақ, Мұхтар Әуезов ол тек қана қазақ әдебиетінің көрнекті жазушы ғана емес, сонымен ол бірге халықтың рухани әлемін терең түсінген ойшыл адам. Оның шығармалы бізге өткенді білуге, ұлттық құндылықтарды бағалауға, адамдық қасиеттерімізді жетілдіруге көмектеседі. Көкшерек осындай ойды жеткізетін қысқа, бірақ өте терең туынды. Көкшерек пайда болады. Біздің бірінші басты кейіпкер ол Құрмаш ең бала. Көкшеректі өсірген бала. Сол Көкшерек келгенде ауылға, ол бастапқыда оған өте қиын үйренуге жануар ретінде. Өйткені ол Көкшерек ол ойын ойнамайды, қуанып секірмейді, адамдарға тез үйренбейді. Оның табиғи инстинкті әлі сақталған. Өйткені ол қасқыр, ода қатты инстинкт бар. Сол мен айтқан бала Құрмаш. Ол басты кейіпкер. Сол бала Құрмаш оны шынымен жақсы көреді, тамақ береді, сипайды, сөйлеседі. Бірақ Көкшерек қасқыр. Ол өсіреді Көкшеректі. Көкшерек жиі қашып, далаға кетеді, иттерді қуады, тауықтарды қуады, ауыл адамдары қорқады, балалар оған жақындамайды. Мұнда біз табиғат заңымен адамның ниеті арасындағы қақтығыс көре аламыз. Өйткені ол жануар. Сол Көкшерек өскеннен кейін оны күш қуаты артады, және ол мүлде далаға кетуге шешім қабылдайды бір күні. Өйткені оның инстинкті өте күшті. Ол нағыз қасқырға айналады далаға кеткенде. Енді ол үйірімен жүреді, малға шабуыл жасайды, иттерді қырып адамдарды қорқытады. Ол кәдімгідей нағыз қасқырда айналды. Сол үшін ауыл адамдарды оның атын естісе ақ үрейленеді. Көкшерек келіпті
дейді. Ең бастысы көксерек енді адамға бағынбайтын жыртқыш болып шыққан. Негізі шығарманың ең сондай ауыр сәті ол Құрмаштың өлімі. Құрмаш көксеректі шынымен жақсы көрген. Оған мейірімін берген бала. Бір күні көксерек үйірімен шабуыл жасап жүргенде Құрмаш сол маңда болады. Ол жыртқышқа төтеп бере алмай қайтыс болады. Мен фильмін көргенде ол өте сондай ауыр сәт болған. Оның қайтыс болған Құрмаштың. Негізі бұл эпизод шығарманың негізгі ойын көрсетеді. Табиғат заңы адам мейірімнен мықты. Құрмаш ол өте мейірімді бала болған, бірақ табиғатқа қарсы тұра алмайды. Бұл жерде адам мен табиғат арасындағы байланыстың нәзіктігін көріп, тепе-теңдік қаншалықты маңызды екенін түсінеміз. Және оның мына мультфильмінен біз оның әкесін көре аламыз. Құрмаштың әкесін көре аламыз. Сосын Құрмаш қайтыс болғаннан кейін ауыл адамдары шыдай алмай көксеректі өлтіруге шешім қабылдайды. Өйткені ол әрдайым шабуыл жасайды. Солайша көксерек атып өлтіреді. Бұл жеңіс емес. Ол жай ғана тек қана табиғат пен адамның қақтығысының нәтижесі. Шығармада негізгі ой ол адам табиғатпен үйлесімді өмір сүру тиіс. Оның заңына қарсы шыққан кезде салдары ауыр болады. Құрмаштың қайтыс болған сияқты. Негізі шығарманың басты идеялар ол бірнеше идеясы. Біріншіден бастаймын. Біріншісі ол адам мен табиғат қақтығысы. Адам табиғатты өз қалауынша өзгерте алмайды. Екіншісі инстинкт мейірімнен мықты. Құрмаш қанша жақсы көрсе де, көксеректің табиғаты өзгермейді. Өйткені ол қасқыр, ода инстинкт бар. Үшіншісі ол тепе-теңдік бұзу трагедияға әкеледі. Біріншіден адамдар үнді бұзғандықтан оқиға осылай аяқталады. Және төртінші ол қасқыр қазақ халқы үшін еркіндік, күш, рух символы. Çünkü қасқыр ол өте мықты сондай жануар болып саналады. Кейіпкерлер, сол бастайық. Біз кейіпкерлерге терең тоқталсақ, көксерек ол еркіндіктің символы болып саналады. Сондай қасқыр. Табиғат заңының өкілі, ол адамға бағынбайтын символ. Құрмаш ол мейірімділік, таза жүрек, адамзаттың қасиетін көрінісі. Табиғатқа және табиғатқа дейін махаббат. Өйткені ол көксеректі өте ұнаған. Және ауыл адамдары ол тәжірибе, қорқыныш, ақыл, табиғатты түсінеді, бірақ кейде қатыгез көрсетеді. Мұндай кейіпкердің табиғатпен қарым-қатынасы әртүрлі, және бұл шығарманың философиялық тереңдігін көрсетеді. Және мен фильмде көргенде ол Құрмаштың әкесі, ол да қатыгез адам. Ол да көксеректі ұнаған жоқ негізі. Негізі бұл шығарма тек қасқыр туралы емес. Ол ұлттық дүниетаным мен салт дәстүрді көрсетеді. Қазақ халқы ежелден қасқырды киелі аң болып санаған оны. Бұл шығармада сол мифологиялық көзқарас,
салт дәстүр мен наным сенімдер көрініс табады. Сонымен қатар Әуезов табиғатқа құрметпен қарау, жан-жануардың тіршілік құқығы бар екенін сезіндіру арқылы ұлттық санаға әсер етеді. Сол сюжеттегі әр оқиға ол жас оқырманға ой салады. Құрмаштың көксерекке деген мейірімі, ауыл адамдарынан көрген қатыгездігі, табиғат заңдылықтары бәрі адамдық қасиеттер мен ұлттық құндылықтарын түсіну көмектеседі. Қалай айтсақ, бұл шығарма бізге экологиялық тәрбие береді. Табиғат пен үйлесімді өмір сүрудің қаншалықты маңызды екенін көрсетеді. Сонымен қатар көксерек повесі социалистік реализм дәуірінің әдебиетіне де сәйкес келеді. Ол қоғамдық әлеуметтік өзгерістерді, адамның табиғатқа араласуының салдарын, ауыл өмірін, аңшылықты көрсетеді. Қалай сол кезде адамдар, біздің қазақтар өмір сүрген, аңшылық, малдарды бағу, малдарды құтқару қасқырдан. Сол Мұхтар Әуезовтың тілдік шеберлігі мен суреткерлігі қазақи болмысты шынайы жеткізеді. Және бұл шығарма ұлттық прозаның дамуына, көркем ойдың тереңдеуіне үлкен үлес қосқан туынды болып саналады. Сол қорытынды. Енді мен көксерек туралы қорытынды айтаймын. Сол достар, осы шығарма бізге тек қасқыр туралы емес негізі. Ол адам мен табиғат арасындағы қатынасты, адамның әрекеттерінің салдарын, ұлттық дәстүр мен құндылықтарды түсінуге көмектеседі. Құрмаштың трагедиясы бізге бір маңызды ой береді. Адам қанша мейірімді болса да, табиғат заңдары қарсы келе алмайды. Бұл шығарма табиғатпен үйлесімді өмір сүрудің қаншалықты маңызды екенін көрсетеді бізге. Сонымен қатар көксерек арқылы біз өзімізді, адамдық қасиеттерімізді де көреміз. Құрмаш сияқты мейірімділік, тазалық, әділдік әрқайсымызды болу тиіс қасиеттер. Ал ауыл адамдарының кейбір әрекеттері бізге қорқыныш пен қатыгездік сезімін көрсетеді. Бірақ бірге олар да адам табиғатының бір бөлігін екенін ұғындырады. Мейірімділік пен қатыгездік. Құрмаш пен ауылдың адамдары. Мен негізі бұл шығармадағы тағы бір маңызды ой алдым. Ол әрбір әрекетіміздің салдары бар. Әрбір. Табиғатқа, жануарға деген қарапайым құрмет біздің қоғамдағы гармонияны сақтауға көмектеседі. Егер біз табиғатқа немқұрайлы қарасақ, тепе-теңдік бұзылады. Ал оның салдары ауыр болуы мүмкін. Бұл ой тек қазір ғана емес, болашақ ұрпақ үшін де маңызды. Ол өте маңызды. Сонымен көксерек тек қасқыр туралы әңгіме емес, ол қазақ халқының дүние танымын, ұлттық құндылықтарының, табиғатқа деген құрметін, адамдық қасиеттерін көрсететін терең философиялық туынды болып саналады бізге. Сол негізі Мұхтар Әуезов бізге осылайша адам мен табиғат арасындағы үйлесімділіктің
қаншалықты маңызды екенін, әрбір адамның әрекетінің салдары бар екенін еске салады. Соңында айтарым, бұл шығарма әр оқырманға әртүрлі ой береді, әртүрлі адамдарға. Біреу үшін ол табиғат заңын түсіндіретін сабақ, біреу үшін ол адамдық қасиет, мейірім мен әділеттіліктің мәні болып саналады. Ал бәріміз үшін ол сана мен рухани құндылықтарды сақтауға бағыт беретін көркем шығарма. Сондықтан егер бұрын оқыған болсаңыз, қайта оқып шығыңыз. Егер оқымаған болсаңыз, міндетті түрде оқып, ой салып көріңіз. Өйткені ол өте күшті кітап, және фильм де күшті. Сол қорыта айтқанда, Көксерек, Мұхтар Әуезовтың шығармасы Көксерек, ол қазақ әдебиетінің нағыз шедеврі болып саналады. Бұл шығарма бізге адамның табиғатпен үйлесімді өмір сүруі, жануарға мейірім көрсетуі, ұлттық құндылықтарды сақтау маңызды екенін еске салады. Сондықтан, достар, бұл туындыны тек оқып қана қоймай, оның философиялық мәнін түсініп, өз өмірімізге қолдануға тырысайық. Сонымен, бұл видео аяқталады. Менің сіресім. Көрген үшін сізге көптен көп рахмет. Сау болыңыз.